Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Менің арнама қош келдіңіз. Қайта қауышып отырғаныма қуаныштымын. Баршаңызды келіп жеткен 2023 жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Берекелі, мерекелі, керемет жыл болсын. Ендеше мен бүгін сіздерге кезекті жаңа әнді үйрететін боламын. Жалпы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, көпшіліктің өтініші бойынша мен бүгін Көк шолақ атты Кенен Әзірбайұлының керемет халыққа танымал халық әні сияқты танылып кеткен ел арасында сондай бір тамаша әнді домбырада тартылуын толық үйрететін боламын. Видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Және де менің арнама жаңадан қосылып отырған жан болсаңыз, тағы да қош келдіңіз. Менің арнама дәл қазір тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Барлығы да сіздер үшін. Менің мақсатым қазақтың қара домбырасын тарталатын адамдардың көбеюіне өз үлесімді қосу. Сондықтан сіз де осы нәрсеге өз үлесіңізді қосып, менің видео сабақтарымды достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісе отырсаңыз болады. Ең алдымен, жалпы дәл қазір сізге осы видео сабақ түсінікті болу үшін мынаны білуіңіз керек. Менің түсіндіруім бойынша домбыраның ең жоғарғы жағындағы перне бұл 0. Ал мынау бірінші перне болып есептеледі, осы ақ нүкте тұрған. Яғни осыдан бастап ары қарай санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болып ары қарай кете береді. Дәл қазір мен сізге 7-ні бас десем 7-ні, 2-ні бас десем 2-ні, 4-ті бас десем 4-ті қателеспей басып отырып, дәл анық бассаңыз болды. Қалғанын жаттап аласыз, өте оңай. Әдеттегідей әнді бір рет толық орындап көрсетейін. Үйренбес бұрын домбырада жалпы қалай айтылады, қалай тартылатындығын бір рет тыңдап алғаныңыз дұрыс болады. Көк шолақ, қыздар мінген байталды, жанай жүрші көк шолақ, жаман қатқыр көк шолақ, арам қатқыр көк шолақ, мені құртқан көк шолақ. Қыздар мінген байталды, жанай жүрші көк шолақ, жаман қатқыр көк шолақ, арам қатқыр көк шолақ, мені
шамаң атқыры көкшолақ, араң атқыры көкшолақ, мені құртқан көкшолақ. Ой, әйтеу көкшолақ, әйтеу көкшолақ, әйтеу көкшолақ, әйтеу көкшолақ, әйтеу көкшолақ, әйтеу көкшолақ. Жалпы әнді осылай керемет етіп айтсаңыз болады. Ендеше осы әнді сіз де домбырада толық тартып үйрену үшін видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Өте оңай, түсінікті, керемет ән, барынша сіздер үшін түсіндірдім. Соңына дейін көріңіз. Әнді үйренуден алдын домбырамыздың құлақ күйін сол әнге сай етіп дұрыстап алуымыз керек. Менің дәл қазір домбырам астыңғы ішегі ля, ал үстіңгі ішегі ми ноталарына дұрысталып тұр. Осылай сізде дұрыстап алсаңыз болады. Алдыңғы сабақтардың бірінде мен домбыраның құлағын қалай дұрыстау керектігін толық түсіндіріп өткен болатынмын. Астына, видеоның астына міндетті түрде ссылкасын қойып қоямын, кіріп көрсеңіз болады. Жалпы осылай астыңғы ішек ля, үстіңгі ішек ми, өзіңізге даусыңызға сай етіп дұрыстаудың да жолы бар. Солай дұрыстап алсаңыз болады. Ендеше әнді үйренуді бастайық. Ал әннің қағысы жалпы мынандай, алма кезек, яғни ең оңай қағыс. Осымен бастап жаймен үйренеміз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Үнемі осы алма кезек қағыс қағып отырамыз. Шатаспай қағып отырмыз. Бірінші осылай жай қағыспен үйреніп алсаңыз, әнді толық, одан соң тез қағысқа өзіңіз салып ары қарай үйрену оңай болады. Ендеше бастаймыз. Жалпы бұл әнде екі шумақ және бір ұзақ қайырма бар. Қайырманың өзі 7 қатардан тұрады екен. Бірақ өте оңай қайталау, қайырма қиын болып көрінгенмен қайырма өте оңай. Ал шумағы, бірінші шумағынан бастаймыз. 4 қатар бар, соның бірінші қатарындағы сөздері жалпы мынадай. Мінгенім астымдағы көк шолақты. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Жалпы ең алдымен мінге деген буындарды біз 8-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 2 қағыс қағып айтамыз. Қағысқа да міндетті түрде мән беріңіз. Алма кезек. Төмен, жоғары. Мінге. Нім деген келесі буынды айтатын кезде, осы 8-ден қимылдамай, 8-ші пернені басып тұрып, біз 8 қағыс қағамыз. Яғни, ол кезде 8 қағысты алма кезек қағамыз. Осылай. Және ары қарай ас деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен осылай. Және бір қағыс қағамыз. Осы жерде тұрып төмен қарай. Ас, тым деген буынды айтатын кезде келесі 8-ші буынға, 8-ші пернеге қайтадан барамыз. Бірінші саусақпен және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Тым, да деген буынды айтатын кезде енді 11-ші пернеге қарай жылжимыз. Оны былай кішкентай саусақпен ұстаймыз. Ал бас бармақ 9-ші перненің жоғары жағында осылай тұрады. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз төмен қарай. Да, келесі а деген буынды айтатын кезде қайтадан 8-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бас бармақ сол тұрған жерінде 9-ның жоғары жағында тұра берсін. Енді осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. А, ғ деген буынды айтатын кезде енді 6-ші пернені ұстаймыз қайтадан. Неге? Бірінші саусақпен ұстадым. Енді осы жерде тұрып 8 қағыс қағамыз. Алма кезек. Осылай. Келесі көк деген буынды айтатын кезде біз 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Және осы жерде тұрып біз бір қағыс қағамыз. Көк. Шо деген буынды айтатын кезде қайтадан 6-ны ұстаймыз. Оны бұл жолы кішкентай саусақпен ұстаймыз. Былай қараңыз. Бас бармақ 4-ның жоғары жағында тұр, жылжыған жоқ. Және осы жерде тұрып біз бір қағыс қағамыз. Шо. Лақ деген буынды айтатын кезде енді 4-ші бұл пернені қайтадан ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Лақ. Т деген буынды айтатын кезде қайтадан 6-ға барамыз. Кішкентай саусақпен жаңағыдай бір қағыс қағамыз. Т. Және келесі негізі мінгенім астындағы көк шолақты деген бірінші қатар аяқталды. Келесі о деген буынды айтатын кезде біз 8-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Осылай бас бармақ 6-ның жоғары жағында тұрады. Осы жерде тұрып біз 8 қағыс алма кезек қағамыз. 8 қағыс.
Келесі о деген буынды айтатын кезде біз 8-ші буынды пернені осылай ұстаймыз. Кішкентай саусақпен 6-шы перненің бас жағында осылай бас бармақ тұра береді және осы жерде тұрып біз 2 қағыс қағамыз. Және о деген келесі буындар бар, әуенге сай. Соны айтатын кезде біз мұқият қарап отырыңыз. Бұл көп қайталанады. Осы жерін дұрыстап жаттап алыңыз. Негізінде бірінші қатары осымен аяқталды. Ары қарай мынау жалғасы о деген. Мұқият қарап отырыңыз. Бірінші пернені ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Және бір қағыс ашық, ешқандай пернені баспай. Келесі қайтадан бірінші пернені ұстаймыз, бір қағыс. Кейін төртінші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз былай. Бас бармақ екінші перненің жоғары жағында тұрады. Бір қағыс жоғары қарай. Енді тағы да осыны қайталаймыз. Бірді ұстаймыз. Төртті ұстаймыз қайтадан. Осылай қайталадық. 2 рет бастық, одан соң қайтадан бірінші пернені ұстаймыз. Қайтадан ашық. Қайтадан бірді ұстаймыз. 2 қағыс қағамыз бұл жолы. Деген ең соңғы буынды айтатын кезде енді ашық, ешқандай пернені баспай 8 қағыс ойнаймыз. Осылай. Жалпы біз бірінші қатар толық үйрендік осымен. Мұқият қайта-қайта тартып, дұрыстап жаттап алыңыз. Бір рет сіз үшін жай тартып көрсетемін. Қараңыз, сіздікі де дәл осылай шықты деген үміттемін. Жалпы бірінші қатар аяқталды. Жалпы сізде де осылай шықты деген үміттемін. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді екінші қатарға көшеміз. Ал екінші қатардың сөздері жалы жоқ, құйрығы жоқ, шөп шолақты. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен біз жалы жоқ, құйрығы жоқ, шоп деген буындардың барлығын біз 8-ші пернені басып тұрып айтамыз. Осының барлығын 8-ші пернені қараңыз, бірінші саусақпен ұстадым мен. Енді осы жерде тұрып біз 8 қағыс қағамыз. Бұл қағыстарымыз ерекше болады, себебі барлығы төмен қарай ойналады. 8 қағыстың барлығын тек қана төмен қылып ойнаймыз. Ал бастаймыз. Жалы жоқ, құйрығы жоқ, шоп. Осылай. Келесі шо деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен ұстадым, бір қағыс, тағы да төмен қарай. Шо. Лақ деген буынды айтатын кезде 8-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бұл жолы да төмен қарай ойнаймыз. Лақ. Тың деген келесі буынды айтатын кезде 6-ші пернені ұстаймыз қайтадан. Бірінші саусақпен ұстаймыз да осы жерде тұрып алма кезек 8 қағыс ойнаймыз. Осылай. Жалпы екінші қатарда да жаңа бірінші қатарда ойнаған қосымша әуен о деген сол қайталанады. Жаңа тартқанымызды біз есімізге түсіреміз. Бұлай болған еді. Осы әуен барлық тармақтарда қайталанады, сондықтан жаттап алыңыз. Сіз үшін тағы да әуенін айтпай, бір рет тартып көрсетемін, жай. Сіздікі де осылай шығу керек.
мінекей екінші қатарды толық аяқтадық. Оның да әуенін жай бір рет сіз үшін тағы да толық орындап көрсетемін. Сөзмен бірге айтамын. Сізде де осылай шығу керек. Бірге менімен ілесіп тарта алатын болсаңыз тартып көріңіз. Бұның ерекшелігі қағысының барлығы төмен қарай басындағы. Жалы жоқ, құйрығы жоқ, жоп-жолақты. Осылай, сізде де дәл осылай керемет шықты деген үміттемін. Енді келесі үшінші қатарға да келіп жеттік. Жалпы бұның сөздері: ей қыздар, қойшы сынбай өлеңіңді айт. Осы сөздер домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен ей қыздар, қой деген буындардың барлығымыз бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 9 қағыс алма кезек қағып айтамыз. Ей қыздар, келесі ш сынбай ө деген буындарды айтатын кезде төртінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз да барлығын төмен қарай 4 қағыс қағамыз. Тек қана төмен, 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 төмен. Ш сынбай ө. Келесі лең деген буынды айтатын кезде енді ашық бір қағыс ойнаймыз. Лең. Үң деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Үң. Келесі д айт деген буындарды айтатын кезде біз ашық 8 қағыс ойнаймыз. Алма кезек. Д айт. Жалпы қиын емес, былай болды. Бір рет сіз үшін толық тартып көрсетемін. Ей қыздар, жылдам ойналады. Сіз үшін жай тартып көрсеттім. Барынша үйрене алдыңыз деген үміттемін. Енді келесі қатарға көшейік. 4-ші қатар. Ең соңғы тұсыңа біздей құрбың келіп қалыпты. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен тұсыңа біздей құрбың ке деген буындардың барлығымыз 8-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып 8 қағыс қағып айтамыз. Ол да жаңағы екінші қатар сияқты 8 қағысының барлығын төмен, төмен, төмен қылып ойнаймыз. Мұқият қарап отырыңыз. Тұсыңа біздей құрбың ке. Осылай 8 қағыс ойнадық. Енді келесі ліп деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Тағы да төмен қарай. Ліп. Қап деген буынды айтатын кезде енді 8-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз былай. Тағы да төмен қарай бір қағыс. Қап. Т деген келесі буынды айтатын кезде енді байқап отырсаңыз дәл екінші қатар қайталанып жатыр. Т деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені ұстаймыз. 8 қағыс алма кезек ойнаймыз. Т. Осылай. Келесі жаңағы о деген әуенімізді тағы да бір рет ойнаймыз. Жаңағыны қайталаймыз, еске түсіреміз. Қараңыз, бірінші қатарда да, екінші қатарда да, үшінші қатарда да, және төртінші қатарда да дәл осы қайталанып жатыр. Жалпы осы
төртінші қатарды түгел тартып аяқтадық. Ешқандай қиындығы жоқ. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Сіз үшін тағы да төртінші қатарды бір рет толық орындап көрсетемін. Дәл екінші қатарды қайталап тартып жатырмыз. Мұқият қарап отырсаңыз, былай болады. Менімен бірге ілесіп тартуға тырысыңыз. Тосыңа біздей құрбың келіп қапты. Толық түсінікті болды деген ойдамын. Төрт қатарды әннің шумағын, куплетін толық домбыраға салдық. Енді бірінші шумағын толық домбыраға салғаннан кейін екінші шумағын да толық салдым деп ойлай беріңіз. Себебі дәл осы домбырада тартылған әуен қайталана береді, тек сөздер ғана басқаша. Оны өзіңіз орнына қойып айтасыз. Жаңа видеоның басында мен әдейі домбырада толық әнді тартып көрсеттім. Соны тыңдап, қайта-қайта тыңдасаңыз, барлығы орнына келіп тұр. Дәл осы әуен қайталанады, сөзін жаттап алсаңыз болғаны. Мінекей әп сәтте әннің ортасына да келіп жеттік. Енді қайырмасын үйренсеңіз болғаны. Ол куплетке қарағанда әлде қайда оңай. Сондықтан видеоны шыдап, соңына дейін көріп, әнді толық үйреніп алыңыз. Және есіңізге сала кетейін, менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір видеоның астына тұрған подписаться деген кнопканы басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Барлығы сіздер үшін қазақтың өнерін, домбырасын бірге насихаттап, бірге танытайық. Видеоға қолдау білдіруді ұмытпаңыз. Ендеше қайырманы үйренуді бастаймыз. Жаңа видеоның басында әнді толық тартып көрсеткен кезде толық естіген боларсыз. Қайырма біз әннің куплетін, шумағын толық айтып болғаннан кейін арасында елегай, еккай деген әуен ойналады. Содан кейін барып қайырманы айтамыз. Ең алдымен сол әуен қалай тартылатындығын үйретейін. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен өте оңай. И деген буынды бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып бір қағыс қағып айтамыз. И, ли деген буынды айтатын кезде үшінші пернеге қарай жылжимыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Ли, барлығы алма кезек. Келесі ги или гай, гиккай деген буынды айтатын кезде ары қарай біраз тұрып айтамыз. 13 қағыс қағамыз. Төртінші пернені ұстап тұрып, мұқият қарап отырыңыз. Барлығы төмен жоғары. Гай, гиккай, 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 гиккай. Осылай қаншама рет айттық, көп. Және 13 қағыс ойнадық төртінші пернені басып, одан соң тағы да осы төртінші пернені ұстап тұрып, тағы да и деген буынды айтамыз. Бір қағыс. И. Келесі ли деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені ұстаймыз бірінші саусақпен, бір қағыс. Ли. Келесі тағы да жаңа төртті ұстап тұрған сияқты 8-ді ұстаймыз бұл жолы. 8-ші пернені кішкентай саусақпен. Және осы жерде тұрып біз 10 қағыс қағамыз. Гай, гиккай, 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 гиккай. И. Ли деген буынды айтатын кезде енді 6-шы пернені ұстаймыз. Бір қағыс. Ли. Гай деген буынды айтатын кезде қайтадан 8-ші пернені ұстаймыз. Бір қағыс. Гай. Ай деген буынды айтатын кезде енді ең соңғы буын осы 6-шы пернені ұстап тұрамыз. Бірінші саусақпен және 8 қағыс алма кезек ойнаймыз. Жалпы дұрыстап буынға бөліп айтсаңыз, негізінде оңай, мұқият қарап отырыңыз. Бұлай орындалады жалпы тартқан кезде. И, ли, гай, гиккай,
Жалпы осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын. Әуен осылай. Енді келесі қайырма бірінші қатары олай жүрші көк шолақ. Осы бірінші қатар салсақ болып түсінікті болады. Мұқият қараңыз. Ең алдымен о деген буынды 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. О, лай деген буынды айтатын, лай жүр деген буындарды айтатын кезде 3-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 2 қағыс. Лай жүр ш деген буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз. Бір қағыс. Ш. Көк шолақ деген буынды айтатын кезде енді 3-ші пернені қайтадан ұстаймыз. Бірінші саусақпен ұстаймыз да 4 қағыс қағамыз. Көк шолақ. Жалпы дәл осы әуенді қараңыз, бірінші қатар былай шықты. Олай жүрші көк шолақ. Бірінші қатар осымен бітті. Енді ары қарай 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші қатардың барлығын дәл осы әуенге салып қайталай береміз. Келесі қатарлар бір рет оқып шығамын, мұқият қараңыз. Бірінші қатар олай жүрші көк шолақ, кейін былай жүрші көк шолақ, қыздар мінген байталды, жанай жүрші көк шолақ, жаман қатқыр көк шолақ, арам қатқыр көк шолақ, мені құртқан көк шолақ. Осы сөздердің барлығын дәл осы бір әуенді қайта-қайта қайталап тартып ойнай береміз. Сонда былай болады. Қараңыз, сіз үшін жай тартып көрсетемін. Олай жүрші көк шолақ, былай жүрші көк шолақ, қыздар мінген байталды, жанай жүрші көк шолақ, жаман қатқыр көк шолақ, арам қатқыр көк шолақ, мені құртқан көк шолақ. Осылай, яғни дәл осы бір әуенді қайталап қайырманы да аяқтадық. Енді одан кейін ойналатын жаңағы о деп ойналатын тағы да бір әуен бар. Оны үйрену керексіз, басқаша мұқият қарап отырыңыз, соны үйретемін. Ең алдымен 6-шы пернені ұстап тұрамыз да, 6-шы пернеде 2 қағыс ойнаймыз, алма кезек. Сосын 8-шы пернені ұстаймыз, кішкентай саусақпен тағы да 2 қағыс қағамыз. 6-шы пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен қайтадан 2 қағыс қағамыз. Сосын 3-ші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен ұстап тұрып 2 қағыс қағамыз. Ең соңында деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып алма кезек 8 қағыс қағамыз. Жалпы осылай, яғни сіз барлығын аяқтадыңыз. Ең соңғы осы әуенді бір рет ойнап көрсете салайын. Бұлай болады. Жалпы осылай. Осымен қайырма да аяқталды. Бір рет сіз үшін қайырманы жай сөзін айтпай, әуенін ғана тартып көрсетемін. Сізде де осылай шықты деген үміттемін. Тексеріп, бірге тартып көріңіз. Басындағы әуеннен бастап ойнаймыз, жаңағы ирегай геккай деген.
жалпы осылай қайырманы да түгел домбыраға салдыңыз, құттықтаймын. Соңына дейін әнді үйрене алдыңыз деген үміттемін. Әуеннің жалпы қалай айтылатынын бір рет түсіндіре кетейін. Видеоның басында толық әнді айтып кеткенімдей, дәл солай айтсаңыз болады. Басында әй чү көкшолақ деп 3-те тұрып бастайсыз, 3-ші перден ұстап тұрып 3 рет ойнайсыз. Алма кезек, яғни 6 рет ойнаймыз. Әй чү көкшолақ. Дәл осыны тағы да қайталаймыз. Әй чү көкшолақ. Тағы да осыны қайталаймыз. Әй чү көкшолақ. Одан соң 6-шы пернені ұстап тұрып, дәл осылай тағы да қайталаймыз. Әй чү проигрыш сияқты дәл осы ойналады. Жаңағы сөзмен бірге айтамыз, одан соң бірден бірінші куплетті айтамыз, бірінші шумақты толық айтасыз, сосын қайырма, сосын қайырманы бір-ақ рет ойнайсыз, содан соң екінші қайырмаға бірден басталып ойнап кетеді, одан соң қайырмаға қайтадан келеміз, және қайырманы бұл жолы 2 рет қайталап, осылай әуенді керемет етіп аяқтасаңыз болады. Соңында осы әй чү көкшолақ дегенді тағы да бір рет айтсаңыз, өте керемет болады. Жалпы видеоның басында толық сіз үшін әдейі көрсетіп өткен болатынмын. Осы әннің шығу тарихында қысқаша аңызын айта кетсем деймін. Бізге сіз үшін осы әннің шығу тарихында қысқаша баяндап өтсем деймін. Бізге ұстазымыз айтқан болатын. Жалпы көкшолақ әнін Кенен Әзірбайұлы сынды керемет халық композиторы шығарған. Шынымен де бұл ән өзінің астындағы көк шолақ атқа арнап шығарылған екен. Бір тойға, үлкен бір ауылда жиын той болған кезде барлық қонақтардың барлығы, сол ауылдағы тұрғындардың барлығы сол тойға қарай асығады. Үлкен бір байдың тойы болған. Сол кезде Кенен Әзірбайұлы өте кедей отбасынан шыққан, қойшы, малшы болып күн көрген. Сол жас кездерінің бірінде оған бір бай мал баққызып астындағы көк шолақты беріп қойған екен, шолақ атты, яғни мал бағуға. Сол көк шолаққа мініп, ол сол тойға, жиынға бара жатқан кезінде қасында күймеде немесе үлкен бір керемет тұлпарда мініп кетіп бара жатқан қыз келіншектер оған сол көк шолақ атына күліп, тойға қашан жетесің деген сияқты оған мысқылдап, кекесіндеп, күлкілі әуендер айтады. Сол кезде ол қыздарға айтқан жауабы ретінде осы әнді ойлап тапқан екен. Өзінің көк шолағын кекетіп отырып, бұл Кенен Әзірбайұлы екінші шумақтың сөздерінде байқасаңыздар болады. Қыз байғұс әкесіне азғын қонақ, ей қыздар кедейсің бе, өлеңіңді айт, тұсыңды айт, келіп қалдым құдашалап деген сияқты тегізіп, оларға да кекесінмен осы әнді айтып жауап берген екен. Яғни жалпы әннің шығу тарихы осылай деп естіген болатынмын. Сіздердің де мүмкін өз нұсқаларыңыз бар шығар, халық арасында кеңінен таралып кеткен ән болған соң, бұл әннің тарихы да өте көп. Сондықтан білсеңіздер комментарийға жаза отырыңыздар. Сіз үшін қызықты болды деген ойдамын. Әнді егер соңына дейін үйрене алған болсаңыз, өте қатты қуаныштымын. Оны да комментарийға жаза кетіңіз, өз алған әсеріңіздің барлығын. Менің мақсатым тек қана қазақтың қара домбырасын тарта алатын адамдардың санының көбеюіне өз үлесімді қосу. Оған сіз де өз үлесіңізді қоса аласыз. Домбыра тартқысы келетін жақындарыңыз, таныстарыңыз, достарыңыз болса, менің видео сабақтарымды тарата отыруды ұмытпаңыз. Ендеше қазақтың домбырасын, қазақтың ұлттық өнерін бірге насихаттайық. Келесі видеода кездескенше сіздердің сұраныстарыңыз бойынша тағы да кезекті әндерді шығарамын. Өзіңіздің қалап жүрген, домбырада тартып үйренгіңіз келіп жүрген әндер, термелер болса, міндетті түрде төменге жаза кетіңіз. Мен оның барлығын сіздер үшін кезекпен видео сабақ ретінде шығарып, сіздерге үйрету үшін барымды салатын боламын. Ендеше келесі видеода кездескенше, видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін көп-көп рахмет. Сау болыңыз.